Астанаға Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп жатқан Солтүстік Македонияның сыртқы істер министрі Буяр Усмани келді. Сапар барысында екі елдің ведомство басшылары кездесу өткізіп, ынтымақтастық мәселесін талқылады. Нақтырақ айтсақ, қос тарап сауда айналымының оң динамикасын құптады. Былтыр бұл көрсеткіш 5,5 есе өскен еді. Енді Қазақстан экспорттық тауарларды арттырып, 350 миллион долларға жеткізуге дайын. Одан бөлек экология тақырыбы талқыланды. Екі ел өзекті мәселелерді бірлесіп шешуге мүдделі. Жаһандық геосаяси ахуалда айтылды. Мұрат Нұртілеу әлемдегі тұрақсыздық һәм қақтығыстарды тоқтатуға көмектесуге дайын екенін жеткізді. Жаңа технологиялар, энергетика, ауыл шаруашылығы, тау-кен, туризм сияқты перспективалы салаларға көңіл бөлуге дайын екенімізді растадық. Екі елдің теңізге тікелей шығатын жол болмағандықтан, қос мемлекет үшін сауда маршруттарын дамыту аса маңызды. Азаматтарымыз үшін визасыз режим енгізу мүмкіндігі де талқыланды. Біздің ойымызша, мұндай қадам көптеген салаларда қарым-қатынастардың тұрақты дамуына қажетті негіз қалар еді. Қазақстан Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының белсенді мүшесі. Ұйым қазір қиын жағдайды бастан өткеруде. Жаһандық геосаяси ахуал әлем қауіпсіздігіне ықпал етіп отыр. Оның ішінде Ауғанстандағы жағдай бүкіл орталық Азияға әсер етті. Климаттың өзгеруі де өте өзекті мәселеге айналды. Біздің ұйым су, энергетика салаларындағы түйткілдерді шешуге көмектесуге дайын. Қазақстандағы реформаларды жоғары бағалаймыз және оны жалғастыруға қолдау көрсетеміз.